Asus Transformer Pro T304U біз мына қолдың несі бар, сканері бар, Hello Windows функциясы. Осылай бірден кіре беруімізге болады. Толық клавиатура, мышкасы және S Pen бар. Мысалы, сурет салғанға және басқа да Paint3D басқа да нәрселер жасай беруге болады. Сурет мысалы Asus бұл неде қаламда екі кнопкасы бар. Біріншісі өшіргіш кнопкасы, бұны басып тұрып өшірсеңіз болады. Екіншісі оншақ батырмасы деді. Түсінбедім, бірақ оншақ батырмасы. Ішінде кішкентай батарейкамен жұмыс жасайды. Тұмау деп жатыр. Басқа не? Компьютердің свойствосын қарасақ, 500 гигабайт SSD диск, 16 гигабайт азу, Core i7, 2.7 гигагерцтен. Windows Home, осында домашний версия. Device Manager, процессор 4 ядро, 2 физический, 2 физикалық, 4 логикалық ядро. Жалпы Bluetooth, жаңағы қолдың сканер бар, қолдың іздерін сканер жасайтын биометрикалық құрылғы. Батарейка 12 сағатқа дейін жетеді дейді. Диск драйвер, SanDisk, hard disk, display, Intel HD Graphics 620. Тағы не айтамыз? Бұл несі жақсы жағы, мұнда tablet моделі. Tablet моделге көшсек, ол автомат түрде осылай жан жағы толық экран режимі көшіп, мұнда экранға виртуалды не шығады, клавиатура. Енгізе бересіз. Камера. Міне екі камерасы бар. Алдыңғы және артық жай скайпқа сөйлесуге арналған камера. Артыңғы камера. Және несі алынады? Екі қолмен. Артын түсіндіріп өтейінші. Арты мынандай.
осылай 180 150 градус па, жалпы осылай қатты түсе береді. Салмағы 900 граммдай. Мінекей. Автомат түрде өзі жабысады.